Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге корн-догты қалай жасау керек екенін көрсететін боламын. Ол үшін тапамызға сүт қосамыз және де бір жұмыртқа саламыз. Бір шай қасық тұз салып, жақсылап араластырамыз. Достар, менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Осының барлығын араластырғаннан кейін біз електен өткізілген ұнымызды асықпай отырып салатын боламыз. Себебі біздің тестіміз қатты қою болмау керек, қатты сұйық болмау керек. Қоймалжың, қаймақ секілді болу керек, достар. Біздің корн-догтың жақсы шығуы осыған қатты байланысты, сол үшін осыған көп мән беріңіздер. Және де бұны біз арнайы кружкамызға құйып аламыз, себебі бізге ыңғайлы болу үшін. Сосискаларымызды екіге бөліп, шпажкалерді салып, қазір біз салмамызға былғап алғаннан кейін панировочный сухариге тағы да былғап аламыз. Кейін бізде қызып тұрған май болу керек. Соған барлық сосискалар салынып тұру керек. Сол кезде бізде корн-догымыздың барлық жері жақсы пісетін болады. Мен сізге пайдалы, жақсы рецептпен бөлістім деген үміттемін. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Мені қолдап кетіңіздер, достар. Сіздерге жақсы, пайдалы рецептпен бөлістім деген ойдамын. Сіздермен болған Мадина. Баршаңызға ас болсын.